Соңғы 100 жыл ішінде мемлекеттік құқықтық құрылымды дамытудың негізі болып табылатын заң ғылымы аса қарқынды серпінмен дамыды және заманауи қоғамда оның рөлі айтарлықтай ұлғайды. Ғылыми білімнің негізінде қоғам өмірінің барлық нысандары ұтымды пайдаланылуда. Құқық пен қоғам бұрын болып көрмегендей етене жақын. Құқық ғылымын зерттейтін отандық ғалымдар оны әрбір қырынан қарастырады. Биылғы жылы жаңа ғылыми жетістіктерімен отандық заңнаманы және оның қолдану тәжірибесін жетілдіруге қосқан үлесімен өз беделін әрдайым растайтын отандық құқық ғылымының басты орталығы Қазақстан Республикасының заң шығару институты айтулы мерекесін 20 жылдығын атап өтеді. Институт еліміздегі ғылыми қолданбалы институттар жүйесінде өз орнын тапты деп айтуға болады. Біздің институтымыз үкіметтің заң шығару бойынша жұмыстарында, Әділет министрлігінің қызметінде біршама шаруалар атқарды деуге болады. Бүгінгі күні қол жеткізілген жетістіктердің барлығы еліміздің ғылыми құқықтық әлеуетінің арқасында іске асырылды деп барлық жауапкершілікпен мәлімдеуге толық негіз бар. Сонымен қатар, Қазақстан қол жеткізген табыстардың қозғаушы күші Қазақстан Республикасының заң шығару институтын құру арқылы заңның үстемдігін, құқықтық қағидаттар негіздерінің мызғымастығын қамтамасыз ету бастамасындағы шешуші рөлдің президенттің өзіне тиесілі екендігін атап кеткен жөн. Мемлекет басшысының салмақты әрі көреген саясатының арқасында заң шығару институты 20 жыл бойы серпінді құқықтық дамуға, тарихи тәжірибені сақтауға, адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуын ғылыми қамтамасыз етуге арналған тұрақты негіз болып табылады. Мемлекеттің тыныс-тіршілігін құқықтық сүйемелдеуге арналған бірегей тәсілді іске асыру, қоғам өмірінің барлық салаларында мемлекеттіліктің қазақстандық моделін қалыптастыруда зор табыстарға қол жеткізуге мүмкіндік берді. Қазақстандықтардың аман саулығының нақты өсуі осының дәлелі болып табылады. В соответствии с указом президента от 16 июня Президенттің 1993 жылғы 16 маусымдағы жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасындағы құқықтық реформаның тиімділігін көтеру бойынша бірқатар шаралар қабылданды. Осыған сәйкес заң шығару ғылыми зерттеу институты құрылды. Оның негізгі мақсаты күші бар заңдарды талдау және жаңа заң жобалары мен нормативті құқықтық актілерді әзірлеу, арнайы заңи әдебиеттерді шығару бойынша маманданған 7 жарғы баспасының жұмысына қатысу. На выпуске специальной юридической литературы. Заң шығару институтын құру идеясы құқықтың мәні, қоғамдағы құқық және мүдделер, құқықтық қоғамды қалыптастыру, нарықтық өзгерістерді құқықтық қамтамасыз ету сияқты құқық ғылымының тұжырымдамалық проблемаларын әзірлеуге үлесін қосқан көрнекті құқықтанушы Нағашыбай Шайкеновке тиесілі. Заң шығару институтының пайда болу және даму тарихы оның есімімен байланысты. Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан кейін кезеңде мемлекеттің құрылымын азаматтық қоғамды айқындайтын мемлекет алдында жеке құқықтық жүйесін қалыптастыру жөніндегі міндеттер қойылғанда құрылды. Бұл кезде мемлекеттің бағдарлары оның әлемдік кеңістіктегі болашағы анықталып жатқан кез болатын. Мемлекет басшысының шешімімен 90-шы жылдардың соңы мен 2000-ші жылдардың басында ел ордасы мен мемлекеттің тыныс-тіршілігін қамтамасыз ететін барлық стратегиялық мемлекеттік органдар мен ұйымдар Астанаға көшірілді. Олардың арасында заң шығару институты да болды. В данном институте работали у нас величайшие ученые, на мой взгляд. Осы институтта меніңше Қазақстанның ең үлкен ғалымдары еңбек еткен. Олардың есімдері елімізден тыс жерлерде де танымал. Олардың ішінде Зиманов Салық Зиманұлы, Сүлейменов Майдан Қаңтуарұлы, Диденко Анатолий Григорьевич, Сапарғалиев Ғайра Сапарғалиұлы, Ильясова, Подопригара, Чукмаитов, Әлібеков, Әмірханова, Климкин секілді ғалымдар бар. Әрине, олардың әрбірі біздің ұлттық заң шығару жүйесінің қалыптасуына өз үлесін қосқаны анық. Установление нашего национального законодательства. 2004 жылдың наурыз айында заң шығару институты ғылым және ғылыми техникалық қызмет саласындағы жұмысы үшін Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі аккредиттеген ғылыми мекеме мәртебесін иеленді. Қызметкерлер саны 62-ден 101 адамға артты. Обеспечение научно-исследовательской
ғылыми зерттеу, ғылыми ұйымдастырушылық және ғылыми танымдық қызметті қамтамасыз ету әділет органдарының өкілді, атқарушы, бақылаушы мекемелермен қарым-қатынасына талдау жасайды және осы мемлекеттік органдардың өзара қатынасының негізін анықтайды. И выявляет основы взаимоотношений этих государственных органов между собой. Ел президентінің заңдар сапасын арттыру туралы тапсырмасын орындау мемлекеттік мекеменің басты міндеттерінің бірі болып табылады. Бұл заң шығару институты тарапынан еліміздің әртүрлі өңірлерінен, озық ғылыми орталықтарынан біліктілігі жоғары заңгер ғалымдарды тарту арқылы оның кадрлық әлеуетін жаңартуды және кеңейтуді талап етеді. Институттың ғылыми әлеуетін 2 академик, 18 заң ғылымдарының докторы, 31 заң ғылымдарының кандидаты, 2 тарих ғылымдарының кандидаты, 1 филология ғылымдарының кандидаты, 1 PhD докторы және 16 құқық магистрі құрайды. В этом институте работали наиболее известные наши юристы. Бұл институтта біздің ең танымал заңгерлеріміз жұмыс істеген. Қазіргі таңда олар аталған институттың зор мақтанышы. Олар өз пікірлерін ең жоғары деңгейде, үкімет, парламент алдында айталады және құқықтық ғылымның қалыптасу кезеңіндегі рөлін кез келген сала бойынша, кез келген бағытта көтере алады. Норм права по любой отрасли, по любому направлению. Қазіргі уақытта заң ғылымдарының докторы профессор Асылбек Айжарықұлы Смағұлов Қазақстан Республикасының заң шығару институтының директоры болып табылады. Ол 100-ден астам ғылыми еңбектің, оның ішінде 10-нан аса оқу құралдары мен монографиялардың авторы. Осы жылы біз институттың 20 жылдық мерейтойын атап өттік. Бұған біздің институттың тойына жан-жақтан қонақтар келді. Ресей мемлекетінен, Белоруссия, Украина, тағы басқа тмд елдерінен сол келіп ғалымдар қатысты. Осы 20 жылдың ішінде институт қызметімен айтып өткен заң жобалау, қабылдау және шығару процесінің ажырамас бөлігі болып қалыптасты. Норма шығармашылығы қызметінің тиімділігін арттыру және республикамыздың әлеуметтік экономикалық, қоғамдық саяси дамуын қамтамасыз етудегі құқықтық ғылымның рөлін күшейту мақсатында Қазақстан Республикасы үкіметінің 2010 жылғы 22 қаңтардағы қаулысымен Қазақстан Республикасының заң шығару институтына мемлекеттік мекеме мәртебесі берілді. Сейчас усилия нашего института. Қазір институтымыздың бар күші мемлекеттік органдарға заң жобалары бойынша сапалы консультациялық қызметтер көрсетуге бағытталған. Аталған мақсаттарды орындау үшін институт Қазақстан Республикасының заңнамасын дамытудың ғылыми тұжырымдамаларын, заң жобаларын әзірлеуге қатысады, мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету саласында іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізеді. Ғылыми лингвистикалық сараптама жүргізуді жүзеге асырады. Заңнама сапасын арттыру бойынша мемлекет басшысының тапсырмасын орындау, оның тұрақтылығын, сондай-ақ құқықтық реттеудің кешенділігі мен жүйелілігін қамтамасыз етудегі міндеттердің бірі болып табылады. Қазақстан Республикасы өкіметінің 2011 жылғы 16 қыркүйектегі қаулысымен институт өкілдерін заңнамалық актілерді дайындау бойынша жұмыс топтарының құрамына міндетті түрде енгізу көзделген. Бұл қызмет заң жобалары мен заң жобаларының тұжырымдамаларын әзірлеуді, пысықтауды, мазмұнына қарай ғылыми пысықталуына қатысты заң жобалары мен заң жобаларының тұжырымдамаларын дайындауды және оларға қорытынды беруді қамтиды. Очень важно, чтобы в этот процесс были вовлечены профессионалы. Бұл іске білікті мамандарды тарту өте маңызды. Олар осы салада тәжірибе жинақтап жүрген заңгерлер ғана емес. Сонымен қатар өмірді білетін, қандай да бір құқықтық норманың ертең іс жүзінде қалай әрекет ететінін білетін қарапайым адамдарда болуы мүмкін. Өйткені өте жақсы құқықтық үлгілерді құрастыруға болады. Бірақ олар жүзеге аспауы мүмкін. Не болмаса, мүлдем қарама-қарсы нәтиже бере алады. Сол жылдың маусым айында институт құрылымында сараптаманың осы түрін жүзеге асыратын лингвистика орталығы құрылды. Орталықтың міндеті ретінде нормативтік құқықтық актілердің орыс,
және қазақ тілдеріндегі тең түпнұсқалылығын қамтамасыз ету мақсатымен заң жобаларының мемлекеттік тілдегі мәтіндеріне міндетті ғылыми сараптама жүргізу айқындалған. Лингвистика орталығы жұмыс істеген уақыт ішінде филология, лингвистика және заң саласындағы мамандарды тарта отырып, орталықтың кадрлық құрамын жақсарту бойынша жұмыс жүргізілуде. Қазір осы лингвистикалық сараптама орталығы құрылғалы бері қарай бізге парламентке келіп түсетін заңдардың қате жібермеу жағы, сауатты жазылу жағы үлкен өсті деп айтуға болады. Өйткені бұл жерде өте білікті мамандардан құрылды. Бұл үлкен жетістік деп ойлаймын. Аталған проблеманы шешу мақсатында Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2011 жылғы 2 наурыздағы бұйрығымен заң терминдерінің мемлекеттік тілдегі бірыңғай стандарттарын әзірлеу бойынша жұмыс тобы құрылды. Заң шығару институты Әділет министрлігімен бірлесе және үкіметтік емес ұйымдарды тарта отырып, заңнамалық актілердің тұрақтылығын қамтамасыз ету және олардың тиімділігін бағалау бөлігінде құқықтық мониторингті жүргізу бойынша жұмысты атқарып жатыр. Халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыру 20 жыл бойы заң шығару институты қызметінің маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Қазіргі уақытта институт Ресей Федерациясының, Украинаның, Германияның, Оңтүстік Кореяның және басқа да елдердің халықаралық ғылыми зерттеу мекемелерімен ынтымақтасуда. Заң шығару институты 2012 жылда 13 келісім шарт пен меморандум қабылдады. Қазақстан Республикасының заң шығару институты Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға мүше ретінде және жоспарланған енуі аясында халықаралық нормативті құқықтық актілердің жобаларын қарастырды. Олардың қатарында Еуразиялық экономикалық қауымдастықта бар. Институт ұлттық заңнаманы жетілдіру мақсатында шетелдік заңнамаларды салыстырмалы құқықтық зерттеу негізінде күрделі және ғылыми қолданбалы зерттеулер жүргізеді. Институт қызметінің ғылыми бағыттылығы 2009 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті заң ғылымдары бойынша диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерін жариялауға арналған басылымдар тізбесіне енгізген Қазақстан Республикасының заң шығару институтының жаршысы, бұдан әрі жаршы атты 90 сайынғы ғылыми құқықтық журнал аясында институт қызметкерлері мен оның халықаралық серіктестерінің жұмысы нәтижелерінің жариялылығы мен кеңінен талқылануын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Ежеквартально институт издает вестник свой. 90 сайын институт хабаршы журналын шығарады. Және осы хабаршыда институттың қызметкерлері ғылыми әдістемелік негізге сүйене отырып, өздері кездестіретін тәжірибелік мәселелермен бөлісіп, оларды журналға басып шығара алады. Бұндай ақпаратты тек еліміздің ғалымдары емес, сонымен қатар біздің серіктестеріміз де ең алдымен кедендік одақ елдері бойынша, егер мәселе зияткерлік меншікке қатысты болса, бірқатар шет елдері де пайдаланады. 2006 жылы жаршы жарық көрген кезеңнен бері 8400 дана таралымы бар журналдың 28 нөмірінде Қазақстан, Ресей, Түркия, Беларусь, Украина, Өзбекстан, Тәжікстан, Әзербайжан, Монғолия, Германия, Литва және басқа да елдердің 303 авторының 920 ғылыми мақалалары жарияланды. Кроме того, сонымен қатар, ғылыми баспа мекемелерінің бір жерде орналасуы тек уақытты ғана үнемдеп қоймай, біздің ғылыми баспа және шығармашылық әлеуетімізді қалыпты жағдайда жоспарлауға және пайдалануға мүмкіндік берді. Осы жылдар ішінде институт 50-ден астам басылымды дайындап, жарыққа шығарды. Оның ішінде төре бітігі кітабы және тағы басқалары бар. 20 жыл ішінде заң шығару институты заң жобаларын әзірлеу бойынша консультациялық қызметтер көрсету саласындағы басты ғылыми зерттеу ұйымы ретінде танылды. Институт бұдан былай да дами бермек және өз орнын тауып, әрі қарайда қадамын нық баса беретініне сенімдіміз. Біздің институтымызда көптеген теоретик әрі практик заңгерлер аянбай еңбек етіп, өз білімдерін одан әрі жетілдіруде. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының заң шығару институтын Қазақстанның заң шығару жүйесіндегі ең маңызды буындарының бірі деп сеніммен айтуға болады.